Наруто ақыры Кураманың балаларын тауып алады. Бүгін біз шинобилер әлеміндегі ең маңызды проблемалардың бірі жайлы айтамыз. Бұл Курамадан кейінгі Наруто мен оның мұрасы туралы. Түлкі кеткеннен кейін Наруто бұрынғыдай болмады. Күші жағынан да, психикалық жағдайы жағынан да. Сол себепті мен сендерге Кураманың балалары жайлы айтып бермекпін. Алдын ала айтайын, егер бұл әңгіменің жалғасын қаласаңдар, 500 лайк пен 100 комментарий керек. Содан кейін жалғасын саламын. Ол сендерге байланысты. Баршаңа сәлем, сендермен бірге қиялдап. Қазақша контентті қолдап кету сенің міндетің десем, қалай бұлай? Жейтін-бейтін заттарың дайындап алыңдар және лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпа. Біз бастаймыз. Келесі кездескенше. Жақсы өмір сүр. Наруто. Курама! Бұл оқиға Боруто анимесіндегі негізгі оқиғалардан кейін бірнеше жыл өткен кезде болады. Барлығы Хокаге кабинетінен басталды. Наруто Узумаки Каноханың 7-ші Хокагесі болып қызмет атқарып отырды. Ол ешқашан түрлі өсек оның өмірін эмоционалды түрде түбегейлі өзгертіп жібереді деп ойламаған. Шикамару Хокагенің оң қолы әрі көмекшісі кабинетке кіріп, болған оқиғалар жайлы айтпақ болады. Бірақ алдымен Нарутоны сабыр сақтауға шақырды. Сосын былай айта бастайды. Бұл өсектер Канохаға жақын орналасқан От елінің бір ауылынан таралған екен. Наруто досының әр сөзін мұқият тыңдап отырды. Шикамару әңгімесін жалғастырып, сол ауылдағы өсімдіктер мен үйлердің бір жұмбақ жаратылыс кесірінен жойылып жатқанын айтады. Ауыл тұрғындары бұл мақлықты Кюби но Кицуне деп атаған. Нарутоның түрі бірден өзгеріп кетті. Столды жұдырығымен ұрып, мүмкін емес деп айқай салды. Бұл жай ғана сәйкестік емес деп ойлады. Және мүмкін ол Кюби но Кицуне ескі досы Кураманың өзі шығар. Бір минуттай үнсіз тұрып, Наруто: Курама тірі, мен оған сенем және мен сол жерге бірден барғым келеді деп айтып тастайды. Шикамару оны сабырға шақырды. Көп уақыт өтті. Қазір адамдар 9 құйрықты түлкі жайлы ұмытып кеткен. Бұл Хокагені, яғни сені тұзаққа түсіріп өлтіру үшін жасалып жатқан арамдық болуы мүмкін дейді. Бірақ Наруто қайтпайды. Ол Кураманы табуды тоқтатпайтынын айтады. Егер түрлі әңгімелер рас болса, ол досын қиындықта тастап кете алмайды. Егер Курама мені іздемеген болса, онда бір нәрсе дұрыс емес. Өз көзіммен көрмей сенбеймін дейді. Әрине Шикамару келседі және Каноханың шинобилері Курамаға қарыздар. Ол соғыста көп көмектесті, бірақ енді мүмкін ол От елінде бәрін талқандауда. Біз бұны анықтауымыз керек. Ол мұны айтып жатып Нарутоның өзі бармай-ақ қойса деп ойлаған еді. Бірақ қасарысқан 7-ші Хокаге ешкімді тыңдамады. Осы оқиғадан кейін көп уақыт өтпей Наруто мен Шикамару кішкентай бір қалашыққа келді. Ол жақта Наруто тұрғындармен сөйлесіп жатты. Бір әйел кішкентай қызын көтеріп келе жатқан болатын. Әйел егіннің жойылып кеткенін, бүкіл егістік бүлінгенін айтып шағымданды. Бірақ сол кішкентай қыздың айтқаны Нарутоны шошытып жіберді. Қыз, кішкентай қызғылт сары 9 құйрықты түлкі бәрін қиратып жатыр. Аузынан ауа шығарып бәрін талқандап тастады дейді. Наруто бірден Курама екенін ойлайды. Себебі бұл қыз түлкі туралы ештеңе білмейтін. Анасы да соғыс кезінде түлкі туралы ештеме айтпаған сияқты. Демек, ол мұны ойдан шығара алмас еді. Наруто бұны ойлана отырып, Боруто мен де Хивамари мен де Курама жайлы көп сөйлеспегенін түсінді. Көп адамдар Курама туралы мүлдем білмейді, ал шындығында Курама жел элементін де қолдана алады. Бірақ ол соғыста көбіне дене шабуылдарын ғана пайдаланған болатын. Сондықтан Наруто 100% сенімді болды. Ол Шикамаруға бұл оның ескі жақсы досы Курама болу мүмкін екенін, енді онымен қайта қауышатын сәт келгенін түсіндірді. Хокаге бұған қатты әсерленіп, көз жасын әрең ұстады. Сондықтан егер де сен анамды көрсең, ол мен үшін уайымдамасын деп айтып бар. Екінші жағынан Шикамару да сол ауылдың тұрғындарынан түлкі қайда кеткенін сұрап білді. Бірнеше тұрғынның айтуынша түлкі әртүрлі жолмен орманнан шығып тамақ іздеп бәрін қирата жүріп, қайтадан келген жағына орманға кетіп қалатын болған. Шикамаруға бұл бір түрлі оғаш көрінді. Ол Хокагеден сен Кураманың чакрасын орманнан сезе аласың ба деп сұрайды. Сонда Наруто джуджутсу қолданғалы жатқандай жерге қолын қойды. Бірақ ол тек айналасындағы нәрселердің чакрасын сезу үшін жасалған қимыл болатын. Сосын басын көтеріп, біз Нарутоның жүзіндегі бақытты көреміз. Және ол айқайлап, досының чакрасын сезіп тұрғанын айтады.
Чакра әлсіз, әрі өте алыс жерде орманның түкпірінен сезілді. Табу оңай болмады, бірақ Наруто еш күмәнсіз Курама сол жақта екенін айтты. Сосын Шикамару Хокагені сабырға шақырып, қазір ғана сен түлкінің чакрасын сездің, бірақ бұл сені осында шақыру үшін жасалған арамдық болуы мүмкін дейді. Және Шикамару Кураманың чакрасын жылдар бойы біреу сақтаған болуы мүмкін деп болжап, бұл қастандық деп ойлайды. Шикамару жағдайды анализ жасап жатқанда, Наруто оның айтқан сөздерін тыңдамай орманға қарай жүгіріп бара жатқанын көрді. Сонда Шикамару ішінен мен дәл осылай болады деп ойлағанмын деді де артынан елесті. Олар екеуі орманға кірді. Наруто бұрынғы досымен қайта қауышқаным қандай тамаша деп күледі. Бірақ келесі көріністе Хокагенің күлкісі жоғалды. Ол Кураманың чакрасын сезуден қалды. Оның орнына жақын маңда жүрген басқа ниндзялардың чакрасын сезе бастады. Сөйтіп олар екеуі жүгіріп бір үңгір тауып жасырынып қалды. Сол кезде олар Кураманың чакрасын іздемеді, бірақ жаңағы ниндзялардың чакрасын да сезбеді. Сол сәтте олар бір нәрсені түсінді. Бұл жағдай олар ойлағаннан да таңғаларлық болды. Үңгірдің маңында бастарын капюшонмен жапқан 8 ниндзя тұрды. Олардың қай жақта екені белгісіз еді. Бірақ Нарутоны қатты таңғалдырған біреудің қолында кішкентай 9 құйрықты түлкі тұрды. Тура Кураманың баласына ұқсайтын кішкентай түлкі еді. Сол жұмбақ топтың бір мүшесі сөйлей бастады. Біз Хокаге бұл жағдайды түсінеді деп үміттенген едік, бірақ мен түлкінің бір бөлігін осылай тез табамыз деп те ойламадық дейді. Сонда Наруто ашуланып, мұнда не болып жатыр? Бұл кішкентай 9 құйрық сендерге қайдан келді? Кураманың фрагменті деп нені айтып тұрсыңдар деп сұрайды. Сонда олар, тағдырдан қашып құтыла алмайсың. Жақында бәрін өзің түсінесің. Сен Кураманың нағыз күшін ешқашан толық пайдалана алмадың. Осы әлемде ешқашан 9 құйрықтыны лайықты бағаламады деп жауап берді. Соңында олар Хокагені Кураманың жоғалып кеткеніне кінәлі деп айыптады. Курама! Бастайық! Кага? Сол сәтте кенеттен қуатты қызыл чакра пайда бола бастады. Наруто бірден түсінді. Бұл оның ескі досының чакрасы, бірақ әлсіздеу. Бұл оған 4-ші ниндзя соғысын еске салды. Сол кезде түлкінің чакрасын барлық шинобилерге таратқан еді. Наруто оларда Кураманың күші қайда жүргенін, бұл кішкентай 9 құйрықты қайдан пайда болғанын түсінбей қалды. Ол бұған жауап таба алмай, басқа амал қалмағаннан соң бетпе-бет шайқасуға кірісті. Дұшпандар өте мықты еді, бірақ олардың мақсаты Хокагені жеңу емес, сол кішкентай түлкіні алып қашу еді. Сол кезде Наруто Шикамаруға сенің миссияң олардың кішкентай түлкіні алып кетуіне жол бермеу деп айқайлайды. Сосын шайқас басталып кетті. Наруто оларға қарап, сендерде Кураманың чакрасы бар шығар, бірақ онымен ешқандай байланыстарың жоқ. Дәл сол себепті де оның күшін қалай қолдану керек екенін білмейсіңдер дейді. Бұл сөздер ниндзяларды ашуландырып жіберді. Олар байқамай кішкентай түлкінің қашып кетуіне жол беріп қойды. Шикамару осы сәтті тиімді пайдаланды. Ол көлеңке нинджутсуын қолданып, кішкентай Кураманы ұстап алды. Наруто да мүмкіндікті жібермей расын сүйреген лақтырды. Сонда жұмбақ ниндзялар кері шегінуге шешім қабылдады. Бұл шабуылдан аман қалу үшін олар қашып кетті. Қақтығыстан кейін Шикамару түлкіні босатты. Ол оны ұстап тұра алмады, өйткені кішкентай түлкі қатты қарсылық көрсетіп жатты. Сонда Наруто оған жақындады. Түлкі де кішкене басылды. Кенет Наруто басын иіп қолын түлкіге қойғанда, түлкі автоматты түрде Нарутоны таниды. Ол сөйлей алмаса да Наруто екеуі дереу бір-бірін түсініп байланыс орнатты. Чакрамызды біріктірейік. Енді бәрі басқаша. Бастаймыз. Осыдан кейін Наруто мен Шикамару Канохаға қайтып келді. Онда Хината мен қыздары Хивамари оларды қарсы алды. Барлығы бірге кішкентай түлкімен ойнап жатты. Наруто қуана, Курама қайтадан бізбен бірге дейді. Сонда Хината, бұл кішкентай түлкі тура Кураманың кішкентай баласына ұқсайды дейді.
Шикамару болса байсалды күйде бұл кішкентай тоғыз құйрықты Курама жалғыз фрагмент емес. Ол жұмбақ ұйымның айтқанынан түсінгенім басқа да бөліктер бар дейді. Мұны естіген Наруто мен Хината ойланып қалды. Өйткені олар бұл түлкіні тек ауылдарға шабуыл жасағаннан соң ғана тауып алған. Содан кейін ғана қауесеттер сыртқа тарала бастады. Бұл жұмбақ ұйым Кураманың фрагменттері қайдан пайда болғанын және оларды қалай табуға болатынын анық біледі. Сондықтан Нарутоға тез арада басқа фрагменттерді табу керек болады. Сондай-ақ ол кішкентай түлкінің чакрасын қалай қолдануға болатынын анықтау қажет. Бұрынғы шайқастан алған мәліметтерге сүйене отырып Шикамару былай дейді: егер біз барлық фрагменттерді жинай алсақ, Кураманы қайта тірілтуіміз мүмкін. Ол сондай-ақ былай деп қосты: олар бұл түлкі баласын іздеген. Демек олар бұл жаңа Курамаларды жасамаған. Хакаге болса бәріне қарамастан әлі де сенер-сенбесін білмей тұрды. Ол осы өмірде Курамамен тағы бір рет кездескеніне әлі де сене алмады. Сол себепті егер қажет болса, ол Кураманың балаларына қамқор болу үшін өз өмірін беруге де дайын еді. Ол сондай-ақ Кураманың қасында қалу-қалмауын өз еркінде екенін және ол қандай шешім қабылдаса да еш қиындық тумайтынын аңғартты. Бірақ ол құпия ниндзялардың Кураманың балаларынан не істегісі келетінін білмейтін. Алайда оларды міндетті түрде тоқтататынына сенімді болды. Ал Хивамари болса күліп жіберді. Өйткені ол үйде көп ұзамай жаңа түлкілер пайда болады деп ойлады. Және бұл кішкентай түлкінің атын Китсу деп қоятын айтты. Алайда Хакагенің алдында жаңа мақсат бұрын-соңды жолықпаған жұмбақ жау пайда болды. Қалай дегенмен де бүгінге осы. Егер жалғасын қаласаңдар, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңдар. Сондай-ақ осы оқиғаны қай бағытта қызықты етіп дамытса болады деп өз ойларыңды бөлісіп кетіңдер. Қазір ішімде бір бос қуыс қалғандай сезімдемін. Егер бұл видеоны ұнатсаң, әдеттегідей лайк басып, арнаға жазыл. Қоңыраушаны басып қой, сонда жаңа бөлімдерді бірінші болып көресің. Қазақша контентті бірге дамытайық. Пікір қалдырып, ойыңмен бөлісуді ұмытпа. Бұл мен үшін өте маңызды. Және осы видеоны Нарутоны жақсы көретін достарыңмен бөлісіп, қолдау білдірсең, тіпті керемет болар еді. Ал қазір қоштасатын сәт келді. Келесі видеода жолыққанша аман болыңдар.